Той жиындарда қойылып жүрген мына салатты қыздар мастер-класстарда сатып жатыр ғой. Ал мен сіздерге тегін беремін, рецепті сақтап алыңыз. Шынымен де өте дәмді. Тауық етін ұзынша етіп тураймыз. Мен Нарленнің осындай тауық етінен жасалған рулетін пайдаландым. Өте дәмді, иісі де, дәмі де әдемі болып шығады. Қиярды теркадан өткіземіз, алманы да теркадан өткізіп аламыз. Жұмыртқаны ұзынша етіп тураймыз, жаңғақты ұсақтап аламыз. Сосын банкадағы жүгеріні қосамыз. Үстіне майонезді салып барлығын жақсылап араластырамыз. Қыздар, мына салатты жеген кезде не үшін мастер-класстарда сатып, той жиындарда бұны қойып жатқанын түсіндім ғой. Үстіне картошка пайды қоямыз. Өте дәмді салат, қонақтарыңыздың бәріне ұнап, бірінші желініп кететін салат болайын деп тұр. Одан бөлек қыздар, дастарханыңыздың көркін ашатын өте қарапайым ғана нарезка жасаймыз. Тауық еті қосылған рулетті тек салатқа ғана емес, осындай күнделікті нанмен қосып жеуге және осындай қонақтарыңызға қоюға да болады. Қыздар, қараңыздаршы, қарапайым, өте қымбат затты қажет етпейтін дастарханымыз дайын болды. Рецепті сақтап алуды ұмытып кетпеңіз.